Мен сіздермен көпшілік біле бермейтін, бірақ көптеген адамдар кіші дәрет алу кезінде жіберетін өте ауыр күнә жайында бөліскім келеді. Бұл күнәні тіпті сахабаларда жасаған болатын. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оларды бұл іс үшін сөгіп, ескерту жасап кеңес берген. Ендеше бұл қандай ауыр күнә? Ол кіші дәрет алу кезіндегі жасалатын күнә. Бұл оқиға имам Муслимнің хадистер жинағында келген. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сахабалармен бірге сапарда болатын. Олар Мәдинаға қайтып келе жатқанда бір жерде су табады. Бірақ ол әлі екінті намазын оқымаған еді. Сол себепті олар дәрет алып намаз оқығысы келді. Хадисте айтылғандай, уақыт аяқталып қалуға жақын болған. Сондықтан олар асығыс түрде суға жақындап, пайғамбар арттарында келе жатқан кезде дәрет ала бастады. Олар аяғына дейін жуып дәретті осымен аяқтаған. Ал пайғамбарымызбен бірге артта келе жатқан сахабалар олардың аяқтарының табаны мен өкше тұстары жуылмаған байқайды. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қатты дауыспен: "Өкшесін толық жумай дәрет алғандарға жазық болсын, уайил", деді. Бұл сөзді ол 3 рет қайталайды. Араб тілінде уайил сөзі күнәмен байланысты қолданылғанда, ол үлкен күнә екенін білдіреді. Үлкен күнә дегеніміз, пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ол амал үшін Алланың азабы немесе лағнетін айтқан болса, осы хадисте де дәл осылай айтылған. Ғалымдардың айтуынша, уайил дегеніміз тозақтағы бір аңғар. Демек, адам өкшесін дұрыс жумай дәрет алса, тозаққа түсуі мүмкін. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз: "Кіші дәретті дұрыс алыңыздар, тозақтан сақтаныңыздар, ол өкше мен аяқтың астыңғы жағына тиіп кетуі мүмкін", деді. Яғни әр адам аяғын толық дұрыс жуып жатқанына көз жеткізу керек. Бұл тек өкшеге қатысты емес. Егер біреу қолын жуғанда шынтағын қалдырып қойса, бұл хадис соған да қатысты. Сол сияқты тырнаққа лак жаққан әйелдерге де қатысты. Егер лакты толық өшірмесе, онда су тырнаққа жетпейді. Сондықтан дәреті жарамсыз болып қалады. Құрметті көрермендер, бұл сахабалар болған. Олар да сапарда болып екінті намазын өткізіп ала жаздады. Бірақ пайғамбарымыз оларды ақтамады. Керісінше, дәретті қайтадан дұрыс алуға бұйырды. Сол себепті кім дәретті толық алмаған болса, қайтадан алсын, себебі дұрыс дәрет қабыл болатын намаздың шарты. Ақырында, құрметті көрермендер, ғалымдар айтқан: егер дұрыс дәрет алмаған адамға осындай ескерту жасалса, мүлдем намаз оқымайтын адамға қандай ескерту жасалар еді, дейді. Алла тағала ұлы. Біз Алладан күнәларымызды кешіруді, бізді дұрыс дәрет алуға және намазды дұрыс оқуға үйретуін сұраймыз. Әмин. Егер видеоларымыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер.